Сәлем оқушылар, бүгін бізде шығарып көр айдары бір есептімен шығару жолын көрсетемін. Дәл сондай есепке ұқсас бір есепті сен өзің шығарып көресің. Сонымен кеттік. Мынау кристалл гидратқа байланысты есеп биыл 2025 жылы ОБТ-да келіп жатқан есептерге ұқсас. Сондықтан да дәл осы рилстің соңында мен саған кристалл гидратқа байланысты менің тегін сабағымды қалай алу керегін айтатын боламын. Есептің шарты бойынша 400 мл суда 50 грамм тотиайнды еріткен және ерітіндідегі бізде сусыз мыс сульфатының массалық үлесін табу керек. Сонымен бұл есепті біз 3 ыдыс әдісімен шығарамыз. Яғни бізде тотиайн деп отырамыз, купр месотор 5 HCl-ға су қосқан. Яғни ол бізде 400 грамм су почти, ал бізде 50 грамм. Мен общий бізде 450 грамм жаңа бір ерітінді алдық. Осы ерітіндінің ішінде уже жаңа біздің тотиайнның ішіндегі купр месоторымыз бөлек жүреді, суымыз уже бөлек жүреді. Бұл есепті ары қарай дұрыс шығару үшін біз купр месотор қосылған 5 HCl тең купр месотор не көбейтілген 5 HCl. Яғни біз кристалл гидратты алу реакциясы осылай жүреді. Осы жерде бізде купр месотордың массасы берілген, білесіңдер, 50 грамм. Осы 50 грамм арқылы бізге реакция барысында жалпы кристалл гидратты алудағы бізде купр месотордың қанша массасы жұмсалды, соны табу алу керекпіз. Ол үшін X дейміз, аның астына молекулалық массасы, яғни кристалл гидраттікі, ол бізде 250 болады. Аның асты бізде 160, сонымен X-іміз бұл жерде бізде 32 грамм шығады. Значит, бізде полный ерітіндінің ішінде купр месотордың массасы қанша? 32 екен. Енді ары қарай массалық үлесін табу үшін купр месотор бізде қанша? 32 грамм. Біз оны бөлеміз уже ненің? Ерітіндінің массасына. Ол бізде 450 грамм. 450-ге бөлеміз, көбейтеміз 100%-ға. Сонымен есептейміз. Ол бізде 7-де 1% шығады екен. Сонымен тура осындай жолмен мына есепті шығарып көр, және де кристалл гидратқа байланысты тегін сабақты алу үшін осы комментарийдің астына кристалл сөзін жаз. Және де осы видеоны ұнаған болса лайк бас, және химбио таңдаған досыңмен бөліс қой.